Біз өзімізде балаларды шаршатып жібереміз, ардақты ағайын. Ана телефонда отырмасын, үйде отырмасын, босқа телевизор қарамасын, көзін құртады. Аламызда бүкіл ана секция, тренировка, қандай не бар, бәріне беріп тастаймыз ғой. Ана бала түске дейін сабақтан келеді, тіл салақтап, одан кейін астына ана ғана парасың, ана ғана парасың, ана ғана парасың, осы өл, осы бір тілін салақтап, шаршап, кешке талып, телевизор қарай алмайтындай, үйге осындай жағдай деген ғой. Ана мен бір көршім бар, Беларусь, мен айтайын деп, баласын бір-ақ қана секцияға берді, футболға берді. Қазір Қазақстан құрама командасының футбол командасы ойнап жүр. А біз қазақ білмеймін не екен. Бала үйде отырмасын деп домбыраға береміз, футболға береміз, баскетболға береміз, плаванияға береміз, английскийға береміз, анаған береміз, анаған береміз, мынаған береміз. Айналғанда анау да жоқ, мынау да жоқ, мынау да жоқ, анау да жоқ, анау да жоқ, анау да жоқ. Еще бала қарсамыз, тупой ол, тупой. Дымды білмейді бар ғой. Расымен ғой. Дым білмейді деп шығамыз. Үйге бір қонақтар келіп қалса да домбыра тартшы десең, еще мынандай бастарыңыз өтті ме, бір шетелге барасың ғой демалуға, балаға сеніп английский біледі ғой деп. Но английский оқып жүр ғой деп шетелге барамыз ғой өзімше. Границаға өткеннен кейін болды ғой, біз енді қазақ тілі он жақта жоқ қой. Қазақ тілі өзі аэропорттан шығарып салады ғой бізді, давай жақсы деп. Сөйтіп жаңағы ан жаққа барған кезде балаң айтасың ғой, мынаған бірдеңе айтшы. Сен английский білесің ғой десең, сонда біздің баланың айтатын ғой, менің английскийім басқа дейді, ал аман бол. Бүкіл әлемнің английский бірдей, біздің балаңғы басқа айтыр. Болды ма бастарыңызда сонда. Сонда баланы шаршатып жібереді екенбіз ғой, өзіміз бар ғой. Көрді бала отырмасын деп, өзіміздің де уақытын алды, баланы да уақытын алдық босқа бар ғой. Біз өзіміз былай логикаға салып көру керек те баланы. Баланы бүкіл тренировкаға береміз, қарашы. Плаванияға отырады бала, суға түсіп жатқан баланы бір сағаттан қарасаң домбыра тартып отырады. Домбырадан шығарамыз да английский береміз, одан шығарамыз да күресіп ататушы бар ғой. Кішкене бір-біріне ұқсайтын нелерге берейік те құрсын, бір баланы қинамай. Судан шыққан баланы английскийге апарып тастамай жаңағы. Кішкене кепсін да құрсын бала. Артынан шығып, футболға апарып тастаймыз. Кішкене бір-біріне ұқсайтын, бір күні бір кішкене бір спортивный, екінші күні бір кішкене бір культурный деген сияқты бір. Жоқ, расымен сондай ғой, расписаниялар сондай ғой, қараңыздаршы балдарыңыз. Баладан сұрау керек. Баламен сөйлесу керек бізді. Баладан сұрау керек. Бала ұлыңа, қызыңа, сен өзің бәше жүрегің нені қалап тұр? Вот такой секциялар бар. Вот 10. Ішінен қайсысын таңдайсың өзің деп. Бала өзі таңдайды ғой енді. Мынауым дейсе, біз бүйтеміз, мынау десе, қой кет, қайтасың оны? Баланы таңдауын бермейміз де. Не істейсің оны құрсын дейді. Өзіміз ұсынып тұрық. Не істейсің оны дейміз. Баланың өзіне ұнап тұрған шығар деймін де. Ол соның маманы болатын шығар. Болашақ басқа ғой қазір. Біз білмейміз ғой болашақта не күтіп тұрғанын. Ол балалар біледі, олар көріп жүр ғой. Негізі мына балалар ұл баланы әсіресе